Баршаңа сәлем. Бүгінгі видеода шынайы өмірге негізделген фильмнің қысқаша нұсқасын тамашалайтын боласыздар. Сарбала YouTube арнасына тіркеліп, қолдау көрсетіп қойыңыз. Басқан болсаңыз, экранды үлкейтіп, соңына дейін көріңіз. Ал ендеше видеоға өтсек. Фильмнің бастапқы кадры басты рөлдегі жігіт Майклдың көшедегі жүрісімен басталады. Ол өте шаршаған әрі айналасындағы өмірге күмәнмен қарайды. Кейінгі сәтте ол өзіне көмектескісі келетін әлеуметтік қызметкермен сөйлесу үстінде. Бірақ жігіт оның беретін көмегіне сенгісі жоқ, және де ол өз істерінен бірдеңе шығатындығына аса бір сеніңкіремейді. Бұл сәттің жалғасы фильмнің соңында орын алатын болғандықтан кейінге қалдырсақ. Жігіт көлік ішінде келе жатыр. Ол айналасындағы қоршаған зәулім үйлер мен бақытты отбасылардың өміріне таңырқай қарауда. Себебі Майкл мұндайға күнде куә бола бермейді. Оның балалық шағы ескі құсқы үйлер мен көше қарақшыларынан көрумен өтті. Кейіннен бұлар көлікпен жергілікті мектепке келді. Онда Майклдың әкесінің досы үлкен Тони бар. Ол анда-санда жігітке қамқор болып тұрады. Мектептің дыш ағаймен болған кездесуде Тони ағайға өзінің ұлы мен Майклды осы мектепке қабылдау жайлы әңгіме қозғайды. Кейінірек Майклдың қиын өмір жайлы әкесінің жоғалуы немесе анасының қолынан наркомандарға кетіп қалу секілді оқиғаларын сөз етеді. Бірақ бұл әңгімеге дыш ағай аса бір сене қоймайды. Кейіннен Майклдың ойына куә болып, оның спортқа икемділігін байқап сәл де болсын келіскендей болады. Осы ұсынысын ағай мектеп ұстаздарының жиналысында талқылайды. Бірақ жиналғандардың барлығы да бұл ұсынысқа аса бір жылы қабақ танытпайды. Майклдың өскен ортасын сөз етіп, оның қандай жағдай болмасын сабаққа ілесуі қиын болатындығын айтады. Ал дыш ағай Майклдың жоғары білім алуына лайықты екендігін соңына дейін қорғады. Бұл баланың спортқа жақсы екендігін және тағдырын айтып болсын, әйтеуір дегенде жиналған ұстаздарды көндірді. Көнуін көндау, бірақ олардың бір талабы бар екен. Бұл бала сабағын жақсы оқымайынша ешқандай спортпен айналыспайды дейді. Оқу жылының алғашқы күні Майклдың жаңа сыныбының мұғалімі балаларға өткен жылғы тапсырмалар бойынша тест тапсырады. Сабақ біткен соң Майкл пустой парақта тапсырып, түр салбыраған күйі шығып кетеді. Ал үйге барса, Тони Майклдан кетуін өтінеді. Оның себебі отбасы оған қамқор бола алмайды. Ол енді үйсіз-күйсіз қалды. Бұл уақытта мектепке үлдемен бүлдеге оралған байдың бір әйелі Энли келеді. Әрине, ол мектепке сабақ оқуға емес, қызының волейболдан ойын көруге күйеуімен бірге келді. Олар Майклдың стадион трибуналарында қоқыс жинап жүрген жерін байқайды. Ал Майкл мектептен шыққан соң осы Туилар әулетінің кенже ұлы Джейммен танысады. Екеуінің әңгімесі жарасып, жігіттің бетіне күлкі үйіріледі. Бірақ қуанышы ұзаққа созылмайды. Мектеп директорынан оның әкесінің қайтыс болғандығын біледі. Әрине, ол әкесімен бірге көп уақыт өткізбеді және жақсы араласпады, бірақ баланың ішінде тағы да бір туысынан айырылғандығы қынжылтады. Ал ұстаздар жиналысында Майклдың үлгерілімі талқыланып жатты. Оның сынып жетекшісі жігіттің оқуға икемі бар екендігін, бірақ білгенін қағазға түсіруге қиналатындығын сылтау етіп, оны мектепке алып қалады. Кешкісін жаңбырлы уақытта Туилар отбасы жолда көлікпен келе жатып, су астында жаяулап келе жатқан Майклды кезіктіріп қалады. Олар жігіттің түнейтін жерінің жоқтығын білген соң, Энли оны өзінің үйіне бір күнге қонуға шақырады. Үйге жеткен соң Туилар әулеті жігітке жақсы қабақ танытып, ұйықтайтын жерін жасап береді. Таңертең бірге ас ішкенде отбасы мүшелері Майклмен жақсы араласып кетеді. Жігіт те өзін жақсы ұстайды. Энли жігіттің киімі жоқтығын біліп, оны базарға апарады. Ал кешкісін Энли Майклға белгілі бір мерзімге дейін біздің үйде қала тұрсаң болады деп рұқсатын береді. Майкл өте бақытты, себебі оның бұрындары жеке бөлмесі болмақ түгілі жататын жерде жоқ еді. Осыдан соң Майклдың сабақ үлгерімі де біртіндеп жақсы жағына қарай өзгере берді. Сондықтан ұстаздар тарапынан рұқсат алып, регби ойынына қатысатын болды. Ал осыны атап өтпекке Туилар отбасымен бірге мейрамханаға барады. Онда Майкл бала кезіндегі досын официант болып жүрген жерінен кезіктіріп қалады. Бір қызығы, екеуі де бірін-бірі көрмегеніне 10 жылдан аса уақыт болған еді. Майклдың регбиден алғашқы жаттығуына оны қолдау үшін толық отбасы келді. Жаттықтырушы да оған үлкен сенім артады. Бірақ жігіт ойын тактикасы мен ережесін түсінбегендіктен оның жасаған істерінің барлығы да нәтиже бермейді. Жанұясының кіші мүшесі Джейм жігітті жаттықтыруды шешті. Осылай жасау арқылы ол ойынын жақсарта алатын. Ал аналары Энли Майклдың документі жоқтығын біліп, осы шаруамен айналысып кетті. Құжат жасату барысында оның қайғылы сәттері әрі қиындыққа толы тағдырмен танысады. Анасы жайлы біле келе оның тұрған жеріне барып бетпе-бет кездесуді ұйғарады. Анасының үйіне барса, оның жағдайы өте төмен екен. Әңгіме барысында Майклдың анасы да бір жылап алды. Кейіннен құжат мәселе шешіліп, Майкл права алады. Ол өте қуанышты. Ал Джейм екеуінің жаттығулары да өз уақытымен өтіп жатты. Энли болса жігітке көлік әперіп тағы да қуантады. Бірде Майкл мен Джейм көліктің даусын қатты шығарып келе жатып, жолда кезіккен көлікті байқамай жол апатына түсіреді. Апаттан соң екеуі де аман қалады.
Энни Майклды кінәлі санамайды және оның кіші баласын қорғап қалған кездегі жарақатын байқайды. Майклдың регбидағы алғашқы маусымы ойын кезіндегі оның мазақтаулар мен нәсіліне қарап шектеулер көп айтылды. Бастапқыда нашар ойнағанмен кейіннен от алған көліктей голдарды топырлата соғады. Осылайша ол көптеген командаларды өзіне қаратады. Туйлар отбасы Майклға университетке түсу үшін репетитор жалдайды. Кейіннен оның үйіне көптеген регби клубтары да келе бастады. Одан соң оның таңдауы да бір универге түсіп, онда жақсы көрініп, аттестат алады. Кадр фильмнің бастапқы бөлігіне келеді. Әлеуметтік жұмысшы жігітпен әңгіме барысында Туйлар отбасының осы уақытқа дейінгі жасаған істері тек өздерінің жеке пайдалары үшін екендігін айтады. Майкл бұған келіспей ашуланып кетіп қалады. Кейіннен бұрынғы достарына барады. Онда ол өзінің жаңа отбасы жайлы айтқанда олар күліп, олар жайлы дұрыс емес сөздерді айта бастайды. Өз жанұясын жамандағанына шыдамаған Майкл олардың барлығында айырып кетеді. Кейіннен ол жалғыз қалып отырған кезде оны Энни табады. Екеуі жан сырын ақтарып әңгімелесіп бір шешімге келеді. Келесі күні Майкл әлеуметтік қызметкерге келіп, өз жанұясымен қалатындығын айтып кетеді. Ол универге қайта оралып, отбасымен жылы шырайда қоштасады. Анасы да оған жақсы сөздер айтады. Бүгінге осы, амандықта, жүздескенше.